Мінекей, нанымыз пісті. Пісті. Пакетімізді шығарып аламыз. Әбден суыды. 40-45 минуттың аралығында пісіресіздер. Мінекей, қазір кесіп көрсетемін. Сармаймен жеуге. Өте таптырмайтын нан. Дәмі керемет. Кунжутын салам, күндағы семешкісін салам, асқабақ дәндерін салам. Енді пешке сарғайтып аламыз дәндерді. Сковородкаға қыздырып алсақ, сарғайтып, дәмдердің әдемі дәмдері иісі шығып, нанымыз дәмді бола түседі. Семешкілерімді қуырып алдым. Енді суымды құямын, жылы суымды. Секерім салам, 20 грамм. 10 грамм тұзым салам. 15 грамм қаштығым салам. Жақсылап араластырам. Майымнан құямын сары. Сары май құюға болады, немесе өсімдік майын құюға болады. Дина, я мамасы жұмыстан келіп қалады сосын. Динада үйге ағақты істейді. Мамасы үйге тұрып жасайды. Гол! Он победитель олды. Менде де фикс. Мен мында салдым. Саған салдым. Гол! Мама сама şimdi yine sana. Нанымызды салып, лен семешкісін салам. Және де жаңағы қуырылған дәндерімді салам. Өстіп барлығын араластырамыз. Бетіне. Енді бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Мен асты сөніп тұрған духовкаға салып қоямын. Ешқандай сквозняк ештеңе кірмегендіктен, соның астынан жақсы көтеріледі. Арада 1 сағат уақыт өтті. Қолымды майлап алып, маймен ауасын шығарып жіберемін. Бетін жауып, тағы да 1 сағатқа көтерілуге қоямын. Нанымды енді түсіріп аламын. Енді нанымызды жазамыз. Екіге бөліп аламыз. Осылай 3-ке бөлеміз.
Мінекей мынандай багет салатынға саламыз. Мінекей осылай орналастырамыз. Енді екінші нанымызды жазып алып, протеинімізді салып, оған осы нанымызды орналастырамыз. Осылай ұнымызды төсеп алып, бетіне ұнымыздан себеміз. Осындай лезвиямен тіліп жібереміз. Бидайдың суретін салып. Осылай кесіп, көтерілуге қоямыз. Нанымызды бүйтіп жауып қоямын. Дөңгелек нанды осылай жауып қойғанда жақсы. Багетімізге де ұнымызды себеміз осылай. Енді үстен тіліп шығамыз. Осылай тіліп, енді бұны да көтерілуге қоямыз. Нанымды пешке қоямын. 180 градусқа 30-35 минутта піседі. Сіздер өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар пісуіне. Қыздырылмаған пешке қоямыз. Пісті, енді суытуға қоямын. Бірден кеспейміз, әбден суығаннан кейін кесеміз. Бірден кессек іші шикі болып тұрады. Енді екінші нанымызды пісіруге қоямыз. Мінекей мынандай болып көтерілді. 180 градусқа 40-45 минут пісіреміз. Мінекей нанымыз пісті. Пісті. Багетімізді шығарып аламыз. Әбден суыды. Мінекей қазір кесіп көрсетемін. Мінекей енді тіліп көрсетейін. Арасы барлығы көтерілген. Әбден піскен. Мінекей, бұның да арасы барлығы піскен. Міне, жақсы көтерілген. Өте дәмді болып піседі бұнан. Керемет дәм. Sarmayмен жеуге. Өте таптырмайды нан. Дәмі керемет. Бүтін дәмді онымен араласып, барлығы бір-біріне керемет үйлесім тауып тұрған нан. Сіздер де жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болыңыздар, достар.